Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз костюм ауыстыру. Бүгінгі сабақта программалау ойын алаңында кейіпкерлерге арналған бірнеше костюммен жұмыс істеуді үйренеміз. Алдымен мына сұрақтарға тоқталайық. Ертеде адамдар қандай үйлерде тұрған? Қазір қандай үйлерде тұрады? Сен тұратын жерде өзіндік сәулетімен ерекшеленетін қандай ғимараттар бар? Киіз үйді қалай құрастыратынын білесің бе? Киіз үйдің құрылысы мен ерекшелігі туралы не білесіңдер? Скретчте кейіпкер мен көрініс фондарының дайын кітапханасы бар. Скретчті енді үйренуді бастағандар үшін кітапхананы пайдалану өте ыңғайлы. Скретч программалау ортасында түрлі анимациялық қозғалыстар, мультфильмдер жасалады. Скретчте спрайттың костюмы деген түсінік қолданылады. Әр спрайттың кем дегенде бір костюмы болады. Скретчте кейіпкердің костюмын өзгерту арқылы қозғалысқа келтіреді және анимациялайды. Мысалы, мына суреттегі жүгіріп бара жатқан баланың 4 костюмы бар. Жобаның скриптісі костюмдерді кезекпен ауыстыру арқылы баланың жүгіруін бейнелей алады. Спрайт костюмдерінің санын скретч программалау ортасындағы костюмдер бөлімінен көруге болады. Жаңа костюмді кітапханадан, файл мен фотоаппараттан аламыз, немесе қолмен салып енгіземіз. Скриптіде костюмдерді ауыстыру үшін цикл қолданылады. Костюмге арналған блоктар және блоктың қызметі бар. Костюмді ауыстыру блогы қызметі костюмдерді атауы немесе нөмірі бойынша ауыстырады. Келесі костюм жобада костюмді реті бойынша ауыстырады. Костюмдерді жобада қолдану жобаларын қарастырайық. Ол үшін киіз үйдің құрылысын анимация арқылы көрсетеді. Киіз үй жобасының құрылысымен танысайық. Жобаға кіріспес бұрын киіз үй құрылысын кезеңдермен көрсететін суреттерді дайындап аламыз. Бұл суреттерді жобада костюм ретінде қолданамыз. Жобада киіз үй құру кезеңінде 6 костюм қолданылады. Киіз үй құратын көрініске даланың фонын дайындаймыз. Жобаның толық скриптісі 6-шы суретте берілген. Жобаның скриптісі құрылымы жағынан оңай. Бірінші, көріністе киіз үйді құру кезеңдерінің жазбасын көрсету үшін секунд бойынша айту командасы қолданылады. Даланың әсері ақ жауын күйімен беріледі. Костюмдер циклдің көмегімен келесі костюм командасы арқылы ауыстырылады. Жобаны орындалу сәті мына 7-ші суретте берілген. Енді жобаның жасалу сәтіне назар аударайық. Киіз үй жобасын жасау үшін алдымен фон таңдаймыз. Мен алдын ала дайындап қойған фонның ішінен жайлау фонын аламын. Спрайттардан киіз үйді таңдаймыз. Киіз үйдің ішінен ең алдымен бізге керегені таңдадық. Енді осыған костюм жасауымыз керек. Костюм жасау үшін біз мына жерден костюмдер бөліміне кіріп, осы жерден костюм қосу батырмасын басамыз. Сосын қалған костюмдерді қосып шығамыз. Керегені алдық. Енді есік қоюды, киіз жабу, киіз үй, уық қадау, шаңырақ, осы костюмдерді аламын. Мінекей, маған бір спрайтыма барлық костюмдер қойылды. Енді
осы костюмге код қоямын. Ол үшін оқиғалар бөлімінен басылғанда, басқару бөлімінен әрқашан командасын алам. Енді бізге ақ жауын күйе ойнау керек. Ол үшін дыбыстар бөліміне барып, осы жерден дыбыс жүктеймін. Дыбыс жүктеуді басып, алдын ала мен интернеттен жүктеп қойған ақ жауын күйін ашамын. Осы жерден дыбысты баста дегенге барып, мына жерде міне ақ жауын күйі жүктелді. Егер басқа болса, басқасын таңдалады. Костюм алу үшін келбет бөлігіне барамыз. Осы жерден киімін ауыстыру командасын алып, ең бірінші бізге кереге керек. Және де оны 2 секунд дегенді өзгертеміз. 3 секунд бойы керегесін керу деген сөзді айтамыз. Ары қарай осы команданың көшірмесін жасап, келесі командаларды қоя беремін. Керегеден кейін шаңырақ. Шаңырақ, ол жерге шаңырағын көтеру деп жазамыз. Көтеру. Көшірмесін жасаймын. Шаңырақтан кейін бізге уық керек. Уық қадау, яғни уығын қадау деп жазамыз. Уық қадаудан кейін бізге есік қою керек. Есігін қою деп жазамын. Ары қарай киіз жабу керек. Және ол жерге киізін жабу деп жазамын. Киізін жабу. Соңғы команда бізде киіз үйдің өзі және киіз үй деп жазамын. Міне біздің командамыз дайын. Бастаймыз. Орында жобаның 8-ші суреттегі орындалу сәті мен 9-ші суреттегі скриптісіне талдау жасаңдар. Бірінші жобаға атау беріңдер. Бұл атаудың таңдалу себебін түсіндіріңдер. Екінші, жоба қандай мақсатта кімдерге арналып жасалған? Үшінші, 1 мен 5 аралығындағы сандарды ретімен ауыстыру үшін 9-ші суреттегі скриптіге қандай өзгерістер енгізу керек? Жұбыңмен орында. Бүлдіршіндерге қазақ әліпбиінің алғашқы 5 әрпін үйрететін жобаға байқау жарияланды. Scratch-тың программалары ретінде байқауға қандай жоба ұсынасыңдар? Жобаның сценарийі мен скриптісін дайындаңдар. Келесі тапсырма: 10-ші суретте қыздың батуттағы қозғалысы берілген. Осы қозғалысы сипаттауға неше костюм қажет? Костюмдердің санын анықтап, сызбасын қағазға түсіріңдер. Костюмдердің сызбасын салғанда, 2-ші суретті пайдалан. Ойлан, жоба құруда не себепті кейіпкердің костюмі ауыстырылады?
жоба скриптісін жазу кезінде костюм ауыстырылмаса, қандай кедергілер болуы мүмкін? Осымен балалар, сабағымызды ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.